Бұл күнді лайк жобасының 3-ші шығарылымы. Мына бәле ашылмай қан түсіп жүр. Жоқ, ашылмау. Қар жауып тұр. Жазғы дөңгелек келді. Елімізде болып жатқан түрлі негатив жаңалықтарға қатысты енді мен бірден айтқым келмейді, өйткені мен сізде көп адам әртүрлі әңгімелер айтып жатыр ғой енді. Бүгін енді жаңалық шықты, үйін өртеп кетіпті деген. Білмеймін енді, ол шынымен өртеп кеткен болса, онда бітті ғой, онда ситуация қиын ғой біздің елде. Криминалдық жағдай деген 90 жылдардағыдай болып тұр деген сөз ғой. Ал егер басқа бірдеңе жатқан болса, онда тіптен істің шиеленіскенін, тіптен тереңдегенін көрсетеді. Қыстық дөңгелек кигізіп жатыр көліктер. Баяғыда бір сөз болатын еді ғой, біз бармаған жердің бәрі жақсы деген. Хорошо там, где нас нет. Осы сөз дұрыс емес. Біз бармаған жердің бәрі жақсы, сондықтан біз жерге баруымыз керек. Бүгін қар жауды, бүгін балалар шана арқалап жүр. Сырғанай ма екен? Сырғанаса болды. Жука мен Абу-Даби плазаға келдім. Сағат 3-те жаңағы жігіт өшірге әкеле аласың ба? Абу-Даби плазада кездесек, офистен кішкене шықсаңдар. Капучино беріңіз, капучино. Кішкентай размер беріңіз. Маған бір компаниядан осындай бартер негізінде сотрудничество ұсынғымыз келеді деп жазыпты. Мен жарайды дегем, сосын кейін историяға салып берсеңіз, до и после дейді. Ана куратор деген нәрсесі бола берсін, ештен кетпейді ол куратор деген. Онымен қайта ақылдасқан жақсы ғой. Так, істейтін жұмыс бар біршама. Не болып кеткен? Кәдімгі қыс бопты ғой, Мына кешке қатса дөңгелек бітті ғой. Қой мен еламан жұрттың ұшта. Көлік күйге апарып тастайын. Сөйтіп жаяу шығайын. Жаңа мына жерге Starbucksқа бір жігіт келді. Мен бір декорация жасатқым келіп жатыр ғой, мини декорация, голливудский. Мына видеоны қараңдаршы. Осы видеодағыдай істегім келеді. Мен бір деректі фильмге солай түсіргім келген ғой. Сонымен кездестік, ақылдастық, сөйлестік. Енді тех заданиясын жазып бер маған дейді. Содан кейін көреміз дейді. Кешке тех заданиясын жазуым керек. Бәсе, Астана енді өз-өзіне ұқсап келе жатыр. Осындай болу керек еді ғой. Жарауымыз керек еді осылай. Тайғанап жүрмін ғой кәдімгідей. 20 мен, 23 пен осылай жүріп жатырмыз. Пьесаны бітіріп, Шымкентке жібердім. Сұлтекең оқиды, кешке хабарласады ғой бұйырса. Үнді фильмдерін алып қарасақ, ондағы ерекшеліктің бірі ол әндер орындалатын. Басқа ешқандай әлемнің елдерінде фильмнің ортасында тұра қалып ән айтып билейтін ондай бағыт біз көрмедік. Бар болса бар шығар, бірақ көрмедік. Ең жарқын өкілі ол Үндістан, ең жарқын мысалы дейікші. Сол әндерді орындайтын адамдар өте көп ақ. Енді қыздардан алып қарасақ, қазір номер 1 Шрея Гошал. Оған дейін апалар болды ғой, Лате Мангешкар деген, Алка Ягник деген. Осылардың жолын қуалап жүрген, осы жолын қуалап әлде өзінің сара жолын салып жүрген бе? Енді керемет әнші, әлемдік әнші деп есептеуге болады Шрея Гошалды. Соның мына бір фильмдегі айтатын әні бар. Баджира Мастани деген Санджай Лила Бхансали деген режиссердің фильмінде Дивана Мастани деген ән бар. Енді осыны орындауы маған ұнайды. Шрея Гошалдың дауысында бір керемет краска бар, және ол әннің эмоциясын, айтар ойын, әр нотаны жетеріне жеткізіп, мелизмдерді құлаққа жағымды етіп айта алады. Содан кейін үнді әндеріндегі ерекшеліктер бұл әдемі проигрыштар, сосын рефрен деген енді негізгі эмоционалды сәтін қайталап беру ғой әннің. Маған осы үнді әндеріндегі тағы бір ерекшелік инструменталдық ерекшелік аспект. Күшті таңдайды ғой инструментті ше. Білмеймін, осы Шрея Гошал меніңше әлемдік жұлдыз. Бірақ
Үндістан десе, үнді киносы десе, енді мұрны шүйре қарайтын европацентристік көзқарастағы адамдарымыз ғой бәрімізде. Бірақ енді соңғы кездердегі сол Санжай Лила Бхансали өзі композитор, өзі режиссер, өзі сценарий авторы. Соның осы Баджирао Мастани деген фильмдегі осы әні керемет. Не біле осы? Бұл сонда бұлай ма? Үйден шыққанда істейді, үйге келгенде істемейді. Үйге кіргізбей тұрма сонда мені. Енді ашылды. Енді ашылды. Так. Іштен ашты деймін тағы. Көршілердің чатына жазбасам, сұрамасам, сендерде де сондай ма деп. Күн сайын өстейді ғой осы. Көлікті аман есенінде құрсын. Қоя салайын, өйткені не жоқ қой. Өйткені қыстық дөңгелексіз ғой, жаздық дөңгелекпен қауіпті ғой бәрібір. Қазір кеш батқан кезде. Өзгелердің де өміріне қауіп төндіруіміз мүмкін. Ал онда таксилетіп театрға кеттік. Негіз келмек қайсында болатын еді. Жұлдыз досым Жука. Қоймай қайды ғой, бір ай бұрын айтқанбыз. Сіз келеді деп күтіп отыр деп. Білмеймін, мен танымаймын. Жас әртістер дейді. Мюзикл қояды екен, билеп. Соны мен келеді деген соған. Енді тап мені күтіп отыр, маған шығар енді. Басқа да көрермендер бар ғой. Бұл өмірдің мәнін білетін адамдардың сөзіне құлақ түретін болсақ, онда бір күнің бір күніңе ұқсамасын дейді. Сол сөз тыңдап енді бүгін міне жаурап, дірілдеп, қалтырап театрға келдік. Есті ашып берді, рахмет жігіттер. Байылсам. Фото ма, видео ма? Фотоға түсіріп бірші. Болды, есіміңіз? Ажар. Ажар, жақсы. Сіздің атыңыз? Ақерке ма? Ақерке. Жақсы, тағайды. Жука, қандай театр? Қалибек Қуанышбаев атындағы ұлттық драма театры. Оны білемін мен, деген біз кеп тұрған. Жан театрының маусым ашылуы, Бикештер деген мюзикалық қойылым. Саған бір ай бұрын айтқам, екеуміз отырған кезде 10 айдың 12-13 келеміз деп келістік. Бұлардан бізге не керек? Бұл жерде бізде жаңа жоба болғандықтан жаңа әртістер керек. Оларды көріп, тамсанып, таңдаймыз. Sonunda bir de Margaret'in bakşada karadı. Üstaldın da mı? Yeni üstaydı. Спектакль бітті. Маған ұнады екен Людвигтің Бикештер деген пьесасының қазақша нұсқасы, жалындап тұрған жастар, ән, би, комедия, күлкілі. Маған ұнады енді. Әбден күлдік. Алейкум салам. Сізден бүліксіз жазбасам қалай қарайсыз? Ау? Қойылым жөнінде бір-екі комментарий айтып жіберсеңіз. Жақсы, айтайын. Сіз. Бір ауыз пікір сұрады, пікірімді бердім. Енді бұл жердегі мәселе жастардың жаңағы өздері иммерсивті театр дейді. Демеушілердің арқасында мекен, жоқ әлде өздерінің күштерімен мекен. Бастысы осындай жақсы қойылым қоя алу, ерлік қой негізі. Сондықтан осындай жастарды, осындай өнер ордаларын қолдау керек.